Ерлан дегенimiz Үрімжіден өнер академиясын бітірген өзі. Мамандығы суретші, мүсінші, өнері танушы жігіт қой. Бірақ тағы бір өнері бар, жаңағы мынау кезіндегі Уәлибекке кезігіп пародия жасаған жігіт қой. Уәлибек шақырған екен, содан оған келе алмай, одан Астанаға дәм тартып келіп отыр міне бүгін. Ал енді Астана туралы не айтасыз енді, Тука? Астана жақсы ғой, Астана. Астана болса жақсы, болмаса атаның бас жақсы. Аха, жаным боти. Бірінші жаман дедім ба. Шашлығың дәмсіз дедім ба. Әдемі ғой, рахат ғой. Шашлық жиып отырасың ғой, шашлыққа да рахат ғой. Бөкі, бәке. Чөп, мәйкемен отырасың ғой, лап-лап-лап. Жақсы ғой Астана, бірде мәйке есің түсті, кеште қысық шапа киесің ғой, жақсы ғой Астана деймін. Жаңбыр деген тегін жауып жатыр. Бізде Құлжада жаңбыр жаумайды ғой. Сұрап тасатып көрмесең. Не болды Батыр? Лапылдама, ақ жұмыс жүзбе не білем? Зік, қатым болмасаң дейді. Берген. Лапылдама, Батыр. Лапылдама. Жасай палатаңа. Мен айғайлаймын да, жаман ба, содан ба. Одан Жүсіп көкең бірдеңе деп еді ғой. Жүсіп көкең мен шашлығың әдемі дәмдеген айналайын көке. Бәке, енді сол біраз ол шашлықтың артынан іспет қосылған су ішіп, осы жүрегің сынып алып тұрған қандай кем ғой. Бәке, мына жинеген шауып берген болмаса, бағана бір дайынғанымыз кішкене. 100 грамм жөнелден ғой, 100 грамм. Бәке, бөтелкелер жинақ болайын алайын. Туғанға жатамыз ғой. Жинақ болған бөтелкемен таныстық қоймайды ғой, сатып жүреді ғой. Сатып жүр. Уәлибек көкең айтады ғой. Қатан пролайды гүл ба. Қатанын айтқан жұмыс айтқан дейді.